тақырып саяхат. Яғни бізге бұл тақырыпқа миллион теңге бөліп отыр. Яғни біз сол елге барып, қыдырып, демалып қайтуымыз керек. Қайтумен бірақ. Біз алған еліміз, яғни Өскеменнен Турция, Стамбул қаласына. Ұшақ билеті бір адамға 130 мың. Адам саны 3 адамбыз, яғни жалпы ұшақ санының өзі 390 шығып тұр. Бұған біз Күршімнен Өскеменге барып қайтқан құнымен 30 мың теңге қосамыз. Сонда барлығы 420 мың болды. Ал тұру, яғни Кемера деген қонақ үй. 5 күнге барамыз. 3 жұлдызды қонақ үй. Түнгі бағасы 25 мың теңге. 5 күн жалпы саны 125 мың теңге. Неге түнгі баға? Күндізгі баға? Қонамыз ғой, сосын қыдырамыз. Күндізгі болмайсың ба? Иә. Күндізгі жерде? Тамақтану, күнде 2 рет тамақтанамыз. Бір күнде бір күнгі бір адамға 8 мың теңге кетеді. Сонда күн санымыз 5 болса, адам санымыз 3, сонда барлығы 120 мың кетеді. Орын жазады ғой, сәлесімеді. Төртіншісі қала ішіндегі экскурсия, яғни метро, такси, автобус, бірақ 25 мың. Ал экскурсия мен музейдің өзіне 40 мың кетеді. Қосымша шығын, яғни сақтандыру, сувенир, анау-мынау барлығы сонда 28 мың шығып тұр. Қалған 270 мыңның 70 мыңы, яғни сауық сайран, сондай орындарға қыдыру. Ал қалған 200 мыңына шопинг жасау, құрту, қымбат нәрселер алу. Ал астындағы бұл біздің, яғни диаграммамыз. Общий ақшаға жүзіп. Қалған қайырымдылық қорына. Қалған 200 қайырымдылық қорына. Көп пе? Ең көбі неме? Бұл жасыл мен тұрғанымыз бұл тамақтану үлесі, ал бұл қызыл мен тұрғанымыз қонақ үй үлесі. Бізде ең қымбатқа шығып тұрған осы ұшақ билет. Жей өрсін әлі, Бұл одан кейін үлкен тамақтану. Жақсы бар. Соған неше күнге барып келді Турцияға? 5 күнге. 5 күнге. Ладно, Миллион теңгеден жетті, е? Жетті, 2 теңге сағат. Жақсы, рахмет.